Казтрансойл акционерлік қоғамының орталық аппаратында мұнай-газ саласының тәжірибелі маманы жазушы Хайдар Байзақовпен жүздесу өтті. Кездесу барысында кеңсе қызметкерлері жазушының шығармаларына ерекше қызығушылық танытып, оның әдеби кейіпкерлері мен туындыларының тарихына қатысты мазмұнды сұрақтар қойды. Әсіресе «Пасынки степи» атты тарихи повесі кеңінен талқыланып, 16 ғасыр оқиғалары мен қазіргі заман көріністерінің шебер тоғысуы ерекше атап өтілді. Хайдар Байзақов өзінің шығармашылық жолы мен жазушылық шабыты жайлы ойымен бөлісті. Кездесудің соңында автор қатысушыларға өз кітаптарын тарту етіп, әрқайсысына жүрекжарды тілектерін жазып, қолтаңбасын қалдырды. В центральном аппарате АО «Казтрансойл» состоялась встреча с опытным специалистом нефтегазовой отрасли, писателем Хайдаром Байзаковым. Сотрудники компании проявили большой интерес к творчеству автора, задавали глубокие вопросы о литературных героях и истории создания его произведений. Особое внимание было уделено исторической повести «Пасынки степи», в которой мастерски переплетаются события XVI века и современности. В ходе беседы Хайдар Байзаков поделился историей своего творческого пути и источниками вдохновения. В завершении автор подарил участникам своей книги с личными пожеланиями и автографами.